бастадың ба? Дауысым естіліп тұр ма? Сәлеметсіздер ме? Фейсбукта мен онлайн френдлерім, онлайн достарым, туыстарым, таныстарым. Білеміз, бір ай болды Қазақстан Республикасында жер мәселесіне байланысты біраз толқулар болып жатыр. Ол толқудың арасына бейсаналы түрде мен де араласып жатырмын. Бірақ бүгін барлықтарыңызға мен бір видео сәлем деймін ба, видео түсініктеме деймін бе, сондай жасауым керек сияқты. Себебі толқын, сен провокаторсың, Евразия каналын айтпақшы, мен бір шетелден $150 алып арандатып отырған адам сияқты мен жекеме неше түрлі хаттар келеді. Бірақ осы жерде мен айтпағым, мен көзімді ашып туғанымнан, өскенімнен, мен осы Монғолияда өмір сүрем, Монғолияның азаматымын. Шыны керек, мен Монғолияның азаматы болғандықтан Қазақстанда болып жатқан жағдайларға, жердің жағдайларына көп десем болады. Бұлай қарасам, мен түгімде кетпейді. Олар өле ма, өше ма деп мен қарап отырсам болатын еді. Улан-Батордағы өзіміздің екі үй аман болсын деп, ол мәселелерге мен бейжай қарап, нейтрал позиция ұстансам болатын еді. Бірақ әр қазақ менің жалғызым. Қазақстанда мен көптеген туыстарым бар, таныстарым бар, достарым бар. Олардың жерінің жалданып, Қытайға тәуелді болғанын, немесе өздерінің өрістік мал жайылымдарының тарылғанын мен қаламаймын. Тіпті мен дос құрбыларым үйіне барған күннің өзінде Қытайдың жалға алған жерінің дарбазасынан өтіп, криптар болып, олардың үйіне барғым келмеді. Сол себепті мен неше түрлі посты жазғаным, бірақ ол постларында мен бір көтеріліске үндеп, немесе арандататын мақсатта жазылған постлар емес. Біріншіден, кез келген өркениетті қоғамда адамдар ойын еркін жеткізіп, митингке шығып, митингілер ұйымдастыратын құқығы бар. Сәл жақындатасың ба? Мен даусым естімей жатқан сияқты. Ондай құқығы бар. Сондықтан қандайда бір митинг ұйымдастыруды, оны бірден ойбай деп, дірілдеп, қорқып, одан саяси астар іздеудің қажеті жоқ. Кез келген өркениетті қоғамда адамдар жиылып, өз ойын, өз қарсылығын, өз пікірін білдіруге құқылы деп есептеймін. Сол себепті бүгінгі кешегі 21 майда жер мәселесіне байланысты өткен шағын митингіні, оны түбегейлі билікті қопарып тастауға, түбегейлі циркуляция жасауға итермелейтін әрекеттеп қарау теріс. Шын мәнінде қазір Қазақстанда адам құқығы өте бұзылып жатыр. Оны халықаралық сарапшылардың өзі айтып отыр. Freedom House-тың зерттеулері бойынша Қазақстан диктатуралы тоталитарлы мемлекет деп көрсетіп отыр. Ондай жерде жаппай полицияны қолдану табиғи дүние деп ойлаймын. Ал мына жақта жатып алып, ойбай толқын, сен айдалада жатып алып, Қазақстандағы жағдайды білмейсің, сен тыныш отыр деп айтатын адамдарға айтатыным. Мен өз профилімде, өз парақшамда нені жазам, қалай жазам, өзімнің жеке ойымды қалай білдірем, ол менің құқығым. Ешкім еш жақтан келіп маған сен бүйт, сен солай жаса деп айтуға құқы жоқ. Мен ондай басыбайлы адам емеспін. Ештеңеден қорықпаймын, эмоцияның адамымын, әр ойымды білдіріп жазып отырам. Бірақ мен бір көтеріліс жасап, Қазақстан Республикасының тыныштығын бұзатын, немесе олардың бейбіт өміріне кедергі келтіретін әрекет жасаушы топтардың қатарынан емеспін. Қазақтар тыныш болса екен, бір-біріне қол көтермесе екен, бір-бірімен атыспаса екен деген тілектемін. Ал полицияның тәуелсіз журналистерді, қарапайым шыққан халықты жаппай торға қамауын мен теріс деп бағалаймын. Мен тек қазақ қана ретінде емес, мамандығым саясаттанушы, өз деңгейімде мен анализ жасауға толық құқым бар деп есептеймін. Сондықтан мен жекеме шығып, Назарбаев тірі тұрғанда, біз тірі тұрғанда, біз сені Қазақстанға келтірмейміз деп айтатын ағайларым бар. Ол кісілерге айтатыным, менің түп тамырым Шығыс Қазақстан, Марқакөл өңірі, менің есімім Толқын, тегім Сапошка, әулетім Молдажановалар. Молдажановтар әулеті түбегейлі Марқакөлде жатқан кезде менің Қазақстан Республикасына баруыма ешкім кедергі келтіре алмайды деп ойлаймын. Ол менің түп тамырым, түп қазығым.
атамның туған жері. Мен Улан-Баторда өмір сүріп жатсам да, Қазақстанда болып жатқан әрбір мәселені жиі қадағалап отырамын. Назарымнан шығарғым келмейді, жиі қадағалап отырамын, хабарласып отырамын, көріп отырамын. Сондықтан әрбір мәселеде қорқып отырғандарыңызды қаламаймын. Намысты болыңыздар, мінезді болыңыздар. Мінез дейтін адам тағдыры. Ал халқы мінезді халық, ол мінезді бұғып отыра берген тағы да келмейді. Сондықтан сіздерге айтатыным, хотя бы Фейсбукта өз ойларыңызды, өз пікірлеріңізді қорықпай жазсаңыздар екен. Ал қорықпай жазатындарды, ойбай, толқын сенің кришантың, немесе оның артында бір үлкен дәу кришасы бар деп ойлап, одан бір күмәнмен қарап, бірдеңе іздеудің қажеті жоқ. Бүгін мен көбінде үйде жата берем. Бүгін ауа жұтайын деп шықтым. Оның мен өтіп келген келетін құмдардың мекенінің ауасын жұтып отырмын. Бүгін күн жақсы болып тұр, сәл желді. Осылай, неге сіздерге мен лип видео жасайын деп ойлағам, әркімнің сұрағына жауап берейін деп, бірақ қазір мына дворда пай-пай жоқ, сол себепті видео жолдау жасап отырмын. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.